Ассалаумағалейкум. Мен мына Нұрлан имам деген не бар екен. Тілі бір қарс. Тілі бір қарс. Ар жақтан депутаттар тағы бірдеңе айт деп министерстводан жаңағы не келетін болса, приказ келетін болса, екі қарсқа созылып кетеді. Әду тілі бүйтіп шығып кетеді. Нұрлан имам ой, тағы бір жерден яғни алақан жайып, халыққа алақан жайып, садақа сұрағанда бірінші орында тұрады екенсіңіз. Ал халықтан сол садақаңызды алып, жол күрегіңізді қалтаңызға салып, қасыңа бір моншақты имамдарды ертіп алып барып, ертіп ал. Түйіншегіңді түй, жолға шық. Қай жаққа бар дейсің деп айтайын деп отыр дейсің ба? Түркістан облысында аты жоқ ауылы бар екен. Аты жоқ ауыл бар екен. Нөл жаңа басты хабардан айтып жатыр, басты жаңалықтардан айтып жатыр. 05-03-2026 жылғы басты хабардан осыны айтып жатыр. Сол ауылға барып көрсең, суы жоқ. Сол ауылға барып көрсең, мұғалімі жоқ, мектебі жоқ. Кішкентай бүлдіршіндер, жазықсыз бүлдіршіндер бәленбай километрге ана резиновый етікпенен қазір тап осы кезде резиновый етікпенен тона бәленбай километрге артында 5-6 кітабы бар. Әр кітабының өзі 1,5 келеден 200 1,5 келеға 1 келеға жетіп қалады екен. Сол ауыр кітапты жап-жас бүлдіршіндер арқалап мектепке барады. Сенің мешіттің құрсын ана. Мешітке барып бісміллә Аллаху акбар оқисың да қайтып келесің ол. Ана сол мешітке ертең, сол мешітке садақа беретін мына кішкентай ғана жас бүлдіршіндер сенің шашпауыңды көтеретін сол мешітіңе барып не қылады. Сен сол Түркістан облысына бар, әкімге айт, мына аты жоқ ауыл қайда де. Сөйтіп сол аты жоқ ауылға барып, ана қойыңды сойып, сиырыңды сойып, сол ауылға барып, бісміллә деп, садақаңды беріп кел. Сен де садақа берсеш елдерге. Сонда ауылы жоқ, сондай светі жоқ. Бала оқырға свет жоқ. Бала жүретін мектепке бары 21 ғасырда томпаңдап мектепке барып келетін жолы жоқ. Сен мін жақта садақа бер деп отырсың. Сен де барып садақаңды беріп кел сол ауылға. Түркістан облысындағы аты жоқ ауылға барып кел. Тұрып алып, қазақша киімді киіп алып, жаңағы тақияны киіп алғансың, фантазер. Ананы айтып, садақа беріңде тілің 2 қарыс бар. Барып кел сол ауылға. Сол ауылдағы кішкентай бүлдіршіндердің сауатын біліп кел. Сол ауылдағы мұғалімдердің жағдайын біліп кел бар. Мұн жақта тілің бір қарыс, ана қатынменен бір сөйлесесің, мына қатынмен бір сөйлесесің. Сол жақтан да бір қарап көр, жымыңдаған бір келіншек табылар. Сосын сол жаққа күнде барасың. О, Нұрлан имам келеді екен деп, әкім алдыңда жүгіріп, аппақ жолын асфальт төсеп қою мүмкін. Бір сеніңде бір сол жерге Нұрлан имам деген атыңды беріп кел. Мен жаңа Самат Нұртаза деген депутатқа да айттым, ол мүмкін бармайтын шығар ол. Оның қол тимеуі мүмкін. Ана крузагының ходовкасын жасау керек. Ал
Нұрлан имам, тілің бір қарыс, байлығыңды білмеймін қанша екен, сейбіңде қанша қарыс ақсаң бар екен мен білмеймін. Сізде барып, сол ауылға садақаңды беріп кел. О садақаның бәрін өзің жей берсең бір күн жарылатын шығарсың. Сол ауылға барып садақа беріп кел. Сол ауылға барып пісімлә деп айтып келетіндей мешіт салып кел. Кішкене ғана бір мешіт сияқты бірдеңе салып кел. Шамаң жететін шығар төрт қабырғаны тұрғызуға. Үстіне су өтпейтін қыл. Міне, ана ауылдағы кішкентай балалар мектепке барсын томпаңдап. Міне, аты жоқ, байдың мешітіне қайта садақа жинай бермей. Барып кел сол ауылға. Ана ата-аналардың жағдайын біліп кел, үстінде киімдерін көріп кел, мектепке барып кел, ана білім кітаптарын қарап кел. Ол ағылшынша оқып жатыр, немісше оқып жатыр ма? Ана кішкентай балалармен сұхбаттасып сөйлес. Ана таңертең тұрда, ана балалармен бірге жаяу сол мектебіне жаяу барып кел. Жаяу барып кел, ана балалармен бірге бар. Үйден таңертең қарала таңнан тұр. Сөйтіп жаяу ана балалармен еріп, ана мектепке бар. Мәшинемен барма, сен өзің ана дорбаңды иығыңа аста, ана баланың бір иығыңа, дорбаңдас бір иығыңа, ана баланың тапқысын көтеріп, сол бала баратын үйден А точкасынан Б точкасына жаяу бар. Балалар барады ғой таңертең А точкасынан шығады үйінен. Бәленбай мектепке бару үшін Б точкасына бәленбай сағат жүріп барады. Қандай білім алып жатыр көріп кел, Нұрлан имам. Сонда кішкене әйелдерге жымыңдауың, тағы бірдеңеге айтуың, интернеттен тілің, көмір тіліңді сол жақтарға да барып, ана кім сол жаққа барып Түркістан облысындағы әкіммен сөйлесіп көр. Түркістан облысындағы участковыйлармен сөйлесіп көр, сол жаққа баратын. Сол жерде бір әйелді, бір баланы зорлап кетсе, милиция неше сағатта келеді екен, соны айт. Сол жерде бір бала ауырса, бір атана ауырса, скорый қалай келеді екен, соны көріп кел. Сол жерде тұрып скорыйға звонда, мен ауырып жатырмын, Нұрлан имам едім, осы жерге келіп едім деп адресіңді айт, аты жоқ ауылда едім деп. Сонда келе аласың, келе ма, келмей ма, участковыйға айт, мені ит істеп алды, Нұрлан имам едім, осы жерде кел, ана итті ұста деп айт. Сонда саған қандай не болады екен? Сонда сен жағы садақаңнан барып сол ауылға беріп кел.